Бүгін біз республикалық команда штабтық жаттығу өткізіп жатырмыз. Республика бойынша осы шара өткізіп жатыр. Бұл қысқа дайындық авариялық құтқару қызметі және де жергілікті коммуналдық қызметтер және де қаладағы мекемелердің бәрін бірігіп осы қыстың кезінде авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу үшін. Ең басты мақсат бұл жерде бір-бірімен көріп отырсыздар қаншама жерде мекеме. Бұл жерде бізде 32 мекеме қатысып отыр. Осы 32 мекемемен біз іс-қимыл ұйымдастыруымыз керекпіз. Әрқайсысы өздерінің жұмыстарын білу керек, не қандай жұмыс атқаратын. Сондықтан бүгін осындай шара өткізіп отырмыз. Осындай шаралар бізде жылына 2 рет өтеді. Қыс, көктем республикалық осындай жаттығулар. Осы шараға бізде қазір 37 дана бірлік техника, 145 адам қатысып отыр. Осы өткізу орнында бізде 5 жаттығу орнында авариялық құтқару жұмыстары жүргізіледі.